Қайырлы күн, мен номері 1 арнайы мектеп-интернатының логопеді Қалдыбек Анель Бауыржанқызы. Жеке түзете дамыту сабағымыз ұлттық құндылық отбасынан басталады деп аталады. Сабақтың мақсаты ұлттық құндылықтар мен балаларды таныстыру негізінде сөйлеу тілін дамыту. Сабаққа қатысушылар 6 Д сыныбының 1 бөлімше оқушылары. Сабақ сәлемдесу ойынымен басталды. Музыканың ырғағымен сәлемдесу тақпағын айта отырып, балалар бір-біріне жақсы көңіл күйлерін сыйлады. Ұсынылған киіз үйдегі отбасы мүшелерін балалар атап шығып, әр отбасы мүшелері дайындаған тапсырмаларды орындауға кірісті. Ең алдымен әже дайындаған тапсырмада сандық ішіне жасырылған артикуляциялық жаттығуларды жасады. Ал атаның тапсырмасында топтарды асыққа жеткізу арқылы тыныс алу жаттығуларын орындады. Оқушылар ананың тапсырмасында дыбыстық жаттығуларды орындады. Алдарына берілген киіз үйді алып, ішіндегі дыбыстық жаттығуларды оқып қайталап шықты. Әкенің тапсырмасында киіз үй ойыны болды. Алдарына берілген киіз үйде сурет арқылы жасырынған мақал-мәтелдерді тауып, оқып қайталап шықты. Тапсырмаларды орындау барысында бір сергіп алу үшін нейрожаттығулар орындады. Оң қол және сол қол саусақтарымен бір уақытта жолақтардың үстінен басып өту арқылы. Қыздың тапсырмасына келетін болсақ, фонарик ойыны арқылы киіз үйде жасырынған суреттердің аттарын атап, сипаттама беріп шықты. Қыздың тапсырмасынан кейін сергіту сәтін орындадық. Қазақша оюларды қимылмен жаса деп аталады. Әуеннің ырғағымен қазақша оюларды қимылмен қайталап билейді. Ал ұлдың тапсырмасында суреттер арқылы сөйлем құрастыру болды. Берілген суреттердегі ұлттық ойындар, ұлттық спорттар, ұлттық тағамдар арқылы оқушылар сөйлем құрастырды. Сабағымызды қорытындылай келе, оқушылармен бірге өтілген ұлттық құндылық отбасынан басталады тақырыбындағы ұлттық құндылықтарға байланысты тапсырмаларды, отбасына байланысты тапсырмаларды бір қайталап пысықтап шықтық. Кері байланыс ретінде оқушылар смайлик арқылы өз көңіл күйлерін көрсетті.